бірінші біз сырмен бастап, бұл сырменнің ең бірінші біз пісіру үшін қазанға май қоямыз. Майдың үстіне ет салып, етті әдемілеп пісіріп аламыз. Одан кейін бізде сәбіз, пияз, ингредиенттері саламыз. Сосын біраз орында пісіреміз да, картофелімізді салып, бетін бұқтырамыз. Біраздан кейін бұқтырғаннан кейін бетін ашып, оған нанымызды саламыз. Сосын біздің бешбармағымыз дайын болады. Дайын болған ең ыдысқа салып, үстіне осылай безендіреміз. Бұл жердегі пирогқа біз ең алдымен ұн, және де екі жұмыртқа, қант, және де сахарный пудра, және сосын қамырды тұрар бетіне қосып, сол кезде осындай әдемі болып шығады. Енді біз талқанды таныстырсақ, бұл талқанға ең бірінші жүгері